Құрметті оқушылар, отырайық. Балалар, бүгін біздің сабағымыз жалпы тәуелсіз қазақ мемлекетінің тарихи қалыптасу жолдары тақырыбына арналады. Бүгін біз сіздермен сабақта, яғни қазақ халқының азаттық үшін болған күрестері туралы, сонымен қатар біз қазақ мемлекетінің тарихи қалыптасу жолында қандай басынан кешірген ірі қозғалыстарды, қандай күрестерді өткерді, сол туралы білетін боламыз. Олай болса, сабағымыз бастамас бұрын бәріміз орнымыздан тұрып, қол ұстасып, яғни бір-бірімізге сәт жүріп алайық. Мен бүгін достарыма бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін деп отырмын. Мен бүгінгі барлық оқушыларға осы сабақта белсенділік танытып, өте жақсы баға алғандарын тілеймін. Тәте, мен сізге осы сабақта сәттілік тілеймін. Жарайсың, отыра отырайық. Олай болса, сабақ. Бүгін балалар, жалпы қазақ халқы басынан небір қиын қыстау кезеңдер өтті. Оны сендер білесіңдер сабақтарда. Бірақ олар қажымады. Олар тек қана алға барады. Яғни бүгін ба, ертең ба, әйтеуір бір уақытта олар еркіндіктің болатын, тәуелсіздіктің келетініне сенді. Енді бүгінгі сабақта біз сіздермен осы тарихи кезеңдерді сәл кішкене еске түсіріп кетейік. Балалар, осы уақытқа дейін сендер жалпы тарих бойынша қандай азаттық қозғалыстарды, азаттық үшін болған күрестерді білесіңдер, айтып кетейікші. Жоңғар шапқыншылығы, Жарайсың. Америка шайқасы, Талас шығында Алашкөл соғысы, Ұлы Отан соғысы. Жарайсың. Алаш қозғалысы. Даусымызға шығарайық болайық. Сырым датұлы бастаған көтеріліс. Кенесары бастаған көтеріліс. Жарайсың. Қан жесін. Ұлт азаттық қозғалысы. Сырады бар ма? Желтоқсан жеңісі. Желтоқсан қозғалысы. Қадаманың және Ұлы Отан соғысы. Және Отан соғысы. Жарайды, балалар. Яғни бұны біз жалпы бұған дейін өткен курстардан, тақырыптардан білеміз, осы қазақтың азаттығын аңсаған күрестердің болған екендігі. Енді қазір бір кішкене көрініске назар аударайық. Сол көріністің де сіздер үшін және біздер үшін өте маңызы зор деп ойлаймын. Олай болса көрініске кездесейік. Келіңдер балаларға, көрініске назар аударайық. Қазақтар келіп тұр, кірсін. Армысың? Иә, қазақтар, неге келдіңдер? Айтарларыңды айтыңдар да елдеріңе қайтыңдар. Біз қазақ деген елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден қот береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Сен қалмақ, біз қазақ татуласқалы келгенбіз. Сен темірде, біз көмір еріткелі келгенбіз. Сондықтан айтсаң жөндеп бітіміңді, не болмаса тұратын жеріңді. Балам, атың кім? Менің атым Қазбек, әкем Келдібек, ұлтым қазақ, руым қара кесек. Ендеше балам, даусың қаздың даусындай қаңқылдап тұр екен. Есімің қаз дауысты Қазбек би болып дамып шыға берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ендеше осыдан бітімгершілікке келдік деген ойдамын. Сау болып тұрмыз. Жарайсыңдар балалар. Қазіргі көрініс, яғни біз үшін маңызды, бұл өздерің білгендей, жоңғар шапқыншылық кезінде Абылай ханның тұтқынға түсіп қалған кездегі Қазбек бидің барған кездегі айтқан сөзі. Біздің жалпы қазақ халқында тек қана батырларымыз ғана емес, сонымен қатар жауларымыз, шешендеріміздің алар орны ерекше. Өйткені екі ел арасындағы болып жатқан кикілжіңді, соғысты, болып жатқан көтерілісті кейбір кездері осындай жауларымыз бен шешендеріміз қалай шешкен? Бітімгершілік жолмен, яғни ақыл парасат жолымен, өздерінің ой саналарымен шеше білген екен. Олай болса, ары қарай кетті. Онда қазір бізде топтық жұмыс балалар. Қазір біз бұған дейінгі тақырыптарды қайталадық, еске түсірдік, қандай көтерілістер болған екенін білдік. Енді біз қазір сендермен топтық жұмыста осы 9 сыныптың материалы, яғни өткен тақырыптар кішкене қайталау болсын, бірақ бұлардың да біздің қазақ мемлекетінің жалпы қалыптасуына өз әсерін тигізген қозғалыстар болады. Олай болатын болса, бірінші топ сендерге ұлы отан
қозғалыс, оны сендер сатылай комплекс талдау технологиясы бойынша түсіндіресіңдер. Екінші топқа Алаш партиясын свод талдауға саласыңдар. Үшінші топ 1920 және 30 жылдардағы жүргізген саясаттарды тірек сызба арқылы түсіндіреміз. Олай болса кетті. Адамдарды 5 минут уақыт беремін алға. Бұл бізге тақырыптар. Жауап береміз алға, келіп болғаймыз. Уақыт кетті. Әскери коммунизм. алдымен жер мәселесінің орын алуы, қазақтарды еріксіз жұмысқа жіберуі. Оның негізгі себепші факторлары 1916 жылы 25 маусымда патша жарлығы бойынша 19-43 жас аралығындағы азаматтарды жұмысқа алу. Қозғаушы күші халық бұқарасы және қарапайым шаруа ірі ошақтары Жетісу қаласында, Торғай қаласы және Ақмола қаласында болды. Басшылары Аманкелді Иманов, Әбдіғаппар Жанбасынұлы, Ұзақ Саурықов, Бекболат Рахымжанов, Якиф Латуда, Жаменке Мәмбетов. Жеңілу себептер ол бытыраңқылық, көтеріліс ошақтары арасындағы келіспеушіліктер, оның тарихи алатын маңызды бұқаралық сана сезімін арттырды. Мемлекет ішіндегі жағдайдың жақтауына себепші болды. Жарайсыздар, отыра болса. Келесі, екінші топ. Алаш партиясының ерекшеліктері. Сол кездегі Алаш партиясы қазіргі Тәуелсіз Қазақстан Республикасының негізін қалаған болады. Мемлекет жұмысын қайта қалпына келтіруге талпыныс пайда болды. Автономиялық мемлекет болуға негіз болды.
халықтың намысын оятты. Және Алаш партиясының өзінің әлсіз тұстары болды. Ол Алаш ордалықтардың қуғын сүргінге ұшырауы және кейбір сатқындардың кесірінен жеңіліп қалуы, олардың большевиктерге қосылуы, бірлестіктің болмауы. Алаш партиясының мүмкіндіктері: қазақ автономиясын құру, мәдениетті, салт-дәстүрді, дінді, тілді дамыту, бірлікті дамыту. Алаш партиясының қауіп-қатерлері: қуғын сүргінге ұшырауы, орыстандыру, бағынышты мемлекет болу, экономиканың артта қалуы. Жарайсыздар, балалар. Келісеміз бе бәріміз? Келісеміз, жарайды, отыра қойыңыздар. Келесі. Бізге берілген тапсырма 1920-30 жылдары жүргізілген саясаттар. Бұл жылдары 4 саясат орын алған болатын. Бұл әскери коммунизм, жаңа экономикалық саясат, индустрияландыру және ұжымдастыру. Әскери коммунизм ол 1919 жылы қаңтар айында қабылданған болатын. Бұл саясатта азық-түлік салғырты орын алған болатын. Яғни әрбір отбасы өзіне тиісті азық-түлікті алып қалып, қалған артылған азық-түлікті үкіметтің қаражатына өткізді. Ал жаңа экономикалық саясат ол 1921 жылы наурыз айында РКПБ-ның 10-шы съезінде қабылданды. Бұл жерде әскери коммунизмнен біршама жеңілдетілген болатын. Яғни азық-түлік салығы енгізілді. Азық-түлік салығы бұл жерде әр отбасы өзі қалаған азық-түлігін өткізді. Кейін бұл ақшалай салыққа айналған болатын. Және де адамдар өз еркімен жұмысқа тұрып, қалаған уақытта жұмысқа бара алатын жағдайға жетті. Индустрияландыру саясаты 1925 жылы 14-ші съезінде басталды. Ол кезде өнеркәсіптің жақсы дамыған кезі еді, және теміржол автостанциялары жұмыс істей бастады. Ұжымдастыру саясаты 1927 жылы желтоқсан айларында болды. Ол 15-ші съезде қабылданды. Ол кезде отырықшы кезеңдердің бірі болды. Индустрияландыру саясатын айта кететін болсақ, бұл жерде теміржол жақсы дами бастаған болатын. Яғни түрксіб теміржол пойызы қатынайтын болды. Бұл теміржол Азиямен байланыстырды. Ал ұжымдастыруды айта кететін болсақ, патша үкіметі өзінің қарамағындағы адамдарды жерге орналастырып, ал қазақтарды ығыстырып тастауға апарды. Яғни көшпелі мал шаруашылығынан күштеп не қылды? Отырықшыландырды. Яғни ұжымдастырды, коллективті құрды, ұжымды құрмақшы болды. Осылардың зардаптары бар ма? Қай жерде зардаптары бар? Әскери коммунизмде адамдар аштық болды, жез кезінде болды. Өздеріне тиесілі ғана азық-түлікті алып, оларға артық азық-түлікті үкіметке өткізіп отырды. Соның әсерінен аштық орын алды, жұт болды. Тағы да екінші тағы үлкен нәубет қай кезде болды? Ұлы нәубет. Ұжымдастыру саясаты кезінде қай жылдар болды деді? 1927 жылы, 31 жылдар аралығы. 31-33 жылдар аралығы болған қандай ашаршылық болды деді. Жарайсыңдар, отырамын. Қалай болса балалар, қазір топтар бірімізді бағалап жіберейік. Бағдаршам әріпсімен бірінші топ топтардың жұмысын қалай бағалаймыз? Екінші топты қалай бағалайсыздар? Екінші топтың жұмысын қалай бағалаймыз? Бәріміз үшінші топ. Түсіндік па бәріміз? Дұрыс субботтауға жасады ма бізге? Жарайды. Жоғары көтеріп көрсеңізші қолдарын. Жарайсың. Келесі. Бірінші топтың несін бағалайық. Дұрыс па? Жарайды. Мына жерде Дариға сағын көтеріп отырмыз. Не себепті? Мен ойымша кішкене толықтырып кету керек болған еді. Жарайды. Тағы да толықтырып кету көреміз. Үшінші топты бағалайық. Үшінші топта. Бағалайық үшінші топты. Жоғары көтеріңіз. Жақсы, сендерге бәрі түсінікті болды. Мына топта сары көтеріп отырғандар. Яғни Бұл жерде ұжымдастыру саясаты келген кезде 1925 жылы келген Голошокин туралы айтып кетсе болатын еді. Голошокинді айтып кетейін. Жарайды. Тағы да бұны қосымша сабақтардың бірінде келе жатамыз, иә, олай болатын болса.
Балалар, тәуелсіздікке жету жолындағы негізгі қадамдарды еске түсірдік, иә? Енді осы тәуелсіздік жолындағы тағы да біз үшін ең маңызды тағы да бір нәрсе, ол қандай көтеріліс деп ойлайсыңдар? Осы бүгін біз тәуелсіз мемлекет болып өмір сүріп жатқанымызға әсер еткен көтеріліс қандай көтеріліс деп ойлайсың? Менің ойымша бұл желтоқсан қозғалысы деп санаймын. Яғни 1936 жылы болған желтоқсан көтеріліс қозғалысы. Олай болса, қазір тақтаға аударамыз, желтоқсан туралы видеоматериал. дегенін білдіреді теңдікті, Ә дегенін білдіреді әділдікті, У дегенім лайымсыз уақытты білдіреді, Е дегенім елемеді келдікті. Л дегенім дейді лағып үлгіме, Со дегенім сенімділік секілді. І дегенім ілтипат пен ізетті, З дегенім зиялылық тілеп қой. Д дегенім шақырады достыққа, Ә дегенім ізденіс пен нәтижем. К дегенім күн көк көктегі. Жасай бер, жаса, тәуелсіз Қазақстаным. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Балалар, бұл сабақ жалпы маңызды сабақ болып деп ойлаймын, иә? Қалай ойлайсыңдар? Сабақ бүгін нәтижесіне жетті ме? Түсіндік пе? Сіз үшін маңызды болды ма? Әрине, маңызды болды. Олай болса, бүгінгі сабағымыз қалай өтті? Тәуелсіздікке жету жолындағы тарих сәттерді толық еске түсіре білдік па? Біз үшін маңызды болды ма бұл сабақ? Кер байланысқа түсейік, кер байланыс жасап, қатар тұрған мына ағаштардың жанына келіп қыстырамыз. Бәрімізге сабақ түсінді, ұнады дейтін болса, жасыл ағаштың тұсына, орташа дейтін болса, сары. Мен бірден ештеңе түсінбедім, маған ештеңе қызық емес дегеніміз, қызыл ағаштың жанына апарып жабыстырамыз.
Жанелде, Аяулында, Ахметте жаңа көтеріліске қатысып жатыр көрініске. Мына жақта отырған балалар да өз білімдерін, өз нелерін сарапқа қосты деп ойлаймын. Ерекше көремін мен Дариға, өз өлеңін дайындап келді тәуелсіздік туралы. Одан кейін Алина, Ғалия отыр. Жарайсыңдар, Ағатыс бірнеше сұраққа жауап берді. Кішкене кім үндемеді? Уже Нұрсейіт кішкене үндемей отыр, иә? Бүгінгі сабақта мына жақта көрініске қатысқан балалар өте жақсы деп бағалаймын. Жандәурен, Таңат, Динара жаңа қорғауға шығып жатыр. Кім Гүлжанар қорғауға шығып жатыр. Барлықтарына рахмет балалар. Өте жақсысыздар. Мен біздің бүгінгі сабағымыз өзіне жетті. Сабақ бітті.